Қайырлы күн әріптестер, біз сіздермен оқу сауаттылығы авторлық курсының 6-шы модуліне келіп жеттік. 6-шы модуль белсенді оқу визуализация тәсілдері деп аталады. Жалпы визуализация тәсілдеріне интерактивті жұмыс парақтары жатады. Мысалы, ол оқушының өзіндік жұмыс үшін мұғалім жасаған электрондық парақ болып табылады. Яғни жұмыс парағы Google сервисі арқылы, Google Chrome дейміз, немесе орындалуы мүмкін. Біріншіден, қағаз және электрондық ақпарат көздерімен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұл интерактивті жұмыс парағы. Екінші, функционалдық оқу дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі. Сынып ішінде, үй жұмысы ішінде пайдаланылуы мүмкін. Оңай көшіріліп, оны өзгертуге және толықтыруға, сондай-ақ оқу блоктары мен сайттарының беттеріне кірістіруге болады. Топтық жұмыс жүргізу үшін, әсіресе егер онда өнімді тапсырма болған жағдайда, бұл тиімді. Фронтальды сұрау және интерактивті тақтамен жұмыс істеу үшін де қолайлы. Оқушыға білім алуға мүмкіндік береді. Оның ішінде ашық ақпарат көздерімен жұмыс істеу, ақпаратты мақсат түрде іздеу және іріктеу, өзгертілген ақпаратпен белсенді жұмыс істеу, негізгі және қосымша және ақпаратты қысқа формада бекіту, жұмысты дұрыс рәсімдеу үшін интерактивті жұмыс парағын қолдануға болады. Мысалы, мынандай әңгімені бір белгілі бір шығарма өткеннен кейін сюжеттік желісіне байланысты әңгіме не болсын, ертегі болсын, немесе поэма, романдарын болсын, осы интерактивті белсенді жұмыс арқылы орындатуға болады. Сонымен қатар интерактивті визуализация тәсілдеріне комикс жасауды да қолдануға болады. Жалпы комикстер мұғалім үшін жаңа құрал. Комикс жасау үшін сервистерді оқушылардың жеке шығармашылық жұмыстары үшін де, топтық жұмыстар үшін де пайдалануға болады. Олар түсетін кейіпкерлер мен мән-жайларды ойлап, оқушылар жай ғана шығармайды және қиялдамайды. Олар әртүрлі өмірлік жағдайларды модельдейді және ұтады. Өйткені комикстардың кейіпкерлері автордың еркі бойынша сөйлейді және өздігінен сөйлеуі мүмкін. Комикс пішімі статикалық жаңағы суреттер коллекциясынан ғана емес, динамикалық сценарий, яғни дамытуды көздейді. Кез келген жағдайда тапсырманың бұл түрі шығармашылық және оқушылардың жұмысын өнімді ретінде қарастырылуы мүмкін. Жалпы комикстарды әртүрлі пәндер, мәтіндерді белсенді оқу, комикстарды ертегілер, комикс саяхат жасау шеңберінде әртүрлі тақырыптар диалог жасау үшін пайдалануға болады. Мұғалім комикс жасау үшін құралдармен танысып, оларды пайдаланудың көптеген нұсқаларын ұсына алады. Оларды құру үшін сервистер де аз емес. Олар жеткілікті. Олардың көпшілігі дайын комикс тек компьютерде сақтау ғана емес, сондай-ақ блог немесе сайтқа кірістіруге де мүмкіндік береді. Комикстерді құрауды шығармашылық және өнімді құрал ретінде қарастыру керек. Жалпы комиксте бейнелер, жағдайлар жасау, оларға декорация жасау қарастырылады. Шағын сценарий жазу керек. Бейтаныс тілдерде жазуларды жазулар мен суреттерді пайдаланып қалжыңдау. Яғни оқушылар комикс жасау үшін оларға сұрақ кеңестер ұсыныңыз. Біріншіден, комикстің тақырыбы қандай болу керек, ол не туралы болу керек, қандай тақырыпты қозғап отыр. Екіншіден, комикс кейіпкерлері кім болады, олар қалай көрінеді, әрекет қайда болады, кейіпкерлердің репликалары қандай, оқиғалар қалай дамиды. Құрметті әріптестер, осы жайлы толық білгілеріңіз келсе, яғни авторлық курс сайтына толық қарауларыңызға болады.